Kayırlı günge os кездесіп келіп отырған аяулы студент достарым. Кімге тәуелді және ол кімнен бастау алады деген сұраққа жауап беруге болады. Мен жайдан жай ғана аяғым аспаннан салбырап түсе қалған жоқпын. Немесе жай сол педагог бола қойған жоқпын. Педагог болу үшін де үлкен қажыр қайрат, үлкен қажымас төзім керек. Бірақ осының бәрін жинау үшін де ең бастысы адамдағы үлкен қасиеттің бірі бұл еңбек. Еңбексіз еш нәрсе болмайды жандар. Еңбек етпеген адамға Алла Тағала ештеңе бермейді. Алла айтады, Аллахның ізгі үшін әуелі сен бір нәрсе жаса, мен саған содан кейін сол еңбегіңе қарай өзіме төлемін төлеймін дейді. Сондықтан қиналған кездерім болды, жоқ емес. Бірақ сонда да өзімді сол өз деңгейімді көрсете білдім. Сол бірінші конкурстан жоғары дәрежелі диплом алып, бірінші орынға шықтым. Бұл мен үшін үлкен бір қуаныш болды. Осыдан кейін Алматыға ауыстым да, Алматыда 5 жыл сол өзімнің ұстаздық жөнінде жалғастырғаннан кейін 5 жылдан кейін барып, осы Алматы медицина колледжіне алғашқы экзамен болып келдім. 1992 жылға дейін мен 5 жыл экзамендер болдым. Содан бір күні кабинетімде отыр едім, сен директор шақырды. Туған ел жырлап өтер дастаннан, белдерін қымбаттауын асқарай. Жаныма шуақ төккен бойыма қуат берген сені, жұмбақ мөлдір бола аспанның мейірбан анандайсың айылман. Таңдары күліп құшақ жаяды, әлемді шарласам да таппаспын сендей саяннан.